Қалалық кеңестің отырысында Риддер жылу энерго орталығының ағымдағы жылу мерзіміндегі жұмысын және толық берілмеген жылу мен ыстық суға қайта есептеу жасау сұрағын талқылады. Қалалық қоғамдық кеңесінің отырысы Риддер әкімінің, қалалық мәслихат депутаттарының, Риддер жылу энерго орталығы акционерлік қоғамы басқармасының төрағасының, табиғи монополияларды реттеу комитетінің департаменті өкілдерінің, қоғамдастық және бұқаралық ақпарат құралдарының қатысуымен өтті. Жылу энерго орталығындағы ағымдағы ахуал жайлы Риддер әкімі Дмитрий Горьковой айтты. Ол станция осы уақытқа дейін қанағаттанарлықсыз күйде тұрғанын ерекше атап өтті. Жылу энерго орталығының басшылығы ауысты. Жылу орталығының жаңа иесі пайда болды. Бірақ жылу мен ыстық судың берілу мәселесі әлі күнге дейін шешілмеуде. К сожалению, на сегодняшний день Өкінішке орай, бүгінгі таңда жаңа иеден біз ешқандай әрекеттерде, салымдарда, инвестицияларда көріп отырған жоқпыз. Онан басқа, қазіргі таңда жылу энерго орталығының қарызы бар, 3 миллиард теңгеден астам. Бұл көмір, мазут жеткізушілерінің және өзге де жөндеу жұмыстарын жүргізгендердің алдындағы қарыздар. Шығыс энерготрейдке қарыз бар және өндіріс ішінде еңбек ақысы бойынша да қарыз бар. Басқа міндеттемелерді де жылу энерго орталығы басшылығы орындамайды. Риддерде атқарушы органдардың тарапынан жағдайды бақылауға алу және жылу орталығының тоқтауына жол бермеу үшін өңірлік көлемдегі төтенше жағдай қайта ендірілді. Буквально на прошлой неделе мы в счет текущих платежей. Өткен аптада біз ағымдағы төлемдер шотына Даниал Кенжетайұлының тапсырмасымен барлық ведомство астылық мекемелер жылу энерго орталығы шотына 120 миллионнан астам төлем жасадық. Бұл төлем жылу энерго орталығының жұмысшыларына еңбекақы төлеуге жұмсалды. Өйткені олар жаппай жұмыстан шығуға өтініштерін жазып, станция жұмысының тоқтау қаупі төнді. Сонымен қоса, облыс әкімінің беделін ескере отыра, келісім бойынша ол жеке өзі жұмысқа кірісіп, Қаражырадан және Қазмұнайгаздан өтініп қолқа салды. Және де бұл іске Казцинк белсене араласты. Мазут пен көмірдің жеткізілуі үшін зор қолдауын көрсетті. Қала басшысы станцияның тоқтаусыз жұмысы үшін көмір мен мазут бар екендігін, алайда тозған құрылғылар бөгет болып отырғанын айтып көндірді. Істеп тұрған тек 2 орташа қысымды қазандық. Сондықтан жылу мен ыстық судың берілу температурасы нормативтерге сай келмейді. Кездесу қатысушылары жылу энерго орталығының бұрынғы және жаңа басшылығының іс-әрекетсіздігін айтты. Почему мы бездействовали? Нет, мы не бездействовали. Біз неге әрекет жасамадық? Жоқ, біз әрекет қылдық. Бастысы жылу мерзімін тыныш өтуге мүмкіндік беріңіздер. Санаулы күндер қалды. Қазір тиісті ведомстволар бар ақаулықтарды анықтап жатыр. Бізде бары 6 қазандық. Оның 5-еуін толық тиянақты жөндеу керек. Оларға 45 жыл жөндеу жасалмаған. Сондықтан қазіргі таңда ақаулық анықтайтын ведомство 6-шы қазандыққа кірісті. Ол істі тездетулерін өтіндім. 2 күннің ішінде бастапқы ақаулықтарын білуіміз керек. Ол қазандыққа ақша резервке салынған. Ол қазандықты жылу мерзімінің соңын күтпей жөндейік деп отырмыз. Келесі жылу мерзіміне үлгеруіміз үшін. Бізді келесі жылу мерзімі бойынша бағалаңыздар. Қазір қазандықтарды толық жөндеймін, келесі жылу мерзіміне жауап беретін боламын. Жаңа жылыту мерзіміне жылу энерго орталығының иесі толық 4 қазандық агрегаттарын жөндеуге, ал 2-еуіне ағымдағы жөндеу жасауға уәде етуде. Бұл мақсатқа 7 миллиард теңге өз меншік қаржысы бөлінеді. В этом году сколько котлов вы сделаете к концу сентября? Капитально отремонтируете? До конца сентября мы... Қыркүйектің соңына дейін біз 4 қазандықты толық жөндеуден өткізетін боламыз. 6-шы, 5-шы, 1-шы және 2-шы қазандықтар. Ал қалған 2 қазандыққа ағымдағы жөндеу жүргіземіз. Баршамыздың ойымызда жүрген бір сауал бар. Сіз біздің ахуалы өте күрделі жылу энерго орталығына иегер болып отырсыз. Соңғы 2 айдағы еңбек ақы бойынша қарыздар, жеткізушілерге деген қарыздар бойынша объективті пікір қалыптасып отыр. Сіздің шамаңыз жете ме? Нет, объективно я понимаю, да. А вы вообще потянете его? Я, біздің шамамыз жетеді. Осы өзекті сауалдың қаржылық жағын талқылай отыра, жылу энерго орталығының басшылығынан 2 өтініш түсті. Риддерде
коксохимиялық зауыты салынбайды, ал жылу энерго орталығы қызметіне тарифті көтермеу мүмкін емес. Комбинат строительства не будет. Негізінде тариф бұрыннан көтерілмей келген. Дәл қазір мен тұрғындар үшін тариф көтеріле ме, жоқ па, нақты айта алмаймын. Әзірше біз тиісті құжаттарды тиісті ведомствоға жібердік, есеп қисап жасалады, тарифті олар айтады, көтереміз бе, жоқ па көреміз. Басқа нақты ештеңе айта алмаймын. Отырыс қатысушылары тарифтің көтерілуіне қарсы пікірлерін айтты. Онан тыс келмеген жылу мен осы мерзімдегі ыстық судың берілмеуіне қайта есептеу жасау сұрағын көтерді. Тұрғындар сенімді, сапасыз қызмет үшін толық тарифпен төлем қабылдау ол заңсыз әрі әділетсіз. Согласно СНИПа, номер могу вам показать, я его тоже понимаю. СНИПтарға сәйкес мен сізге тіпті номерін көрсете аламын. Қазақстан Республикасында ыстық судың температурасы 50+ деп саналады. Осы 50+ температураны ыстық суға сіз біздерден заңды және моральды түрде ақша талап ете аласыз. Алайда 50 және 50-ден төмен болатын болса, бұл суық су. Ыстық судың тарифі 329 теңге бір кубына, ал суық судыкі 82-85 теңге. Яғни қазір біздерден сіз неше мәрте көп ақша алып отырсыз. Ыстық суға да, жылуға да солай. Түсініңіз, барлығымызда сұрақ туындайды. Неліктен жылу энерго орталығы тез арада қайта есептеу жасамайды? Оның еш қиындығы жоқ. Форс-мажордан форс-мажор, жөндеуден жөндеу және жылу энерго орталығы осы үшін ақша алып отыр. Ал адамдар қазір жылыту үшін электр энергиясын төлеп отыр. Әрине, адамдар қатты наразылықтарын білдіруде, ал жылу энерго орталығы ешқандай әрекет жасамауда. Билік ахуалды қолына алып, қалпына келтіруге тырысуда. Бізге нақты айтыңыздар. Келесі айда 3000 емес, 1,5 теңге төлейсіздер деп. Техникалық нашар жағдайды одан ары ушықтырудың не қажеті бар? Мен қаланың бүкіл қауымдастығының атына сөйлеп отырмын. Бір-бірімізге шындықты айтайық. Риддер тұрғындары өте шыдамды, олар күтеді. Алайда адамдардың төзімімен тәуекел етуге болмайды. Тіпті тұрғындар Шығыс Энерготрейдке көп төлем жасап отырған жағдайда әсіресе. Сіз түсінесіз бе? Жақын арада жылу энерго орталығының қызметіне қайта есептеу сұрағы жөнінде тағы бір отырыс өтетін болады. Сонымен қоса 10 сәуірге дейін жылу орталығының иесі қала және облыс басшылығына алдағы жөндеу кампаниясы туралы нақты әрекеттер жоспарын ұсынып, белсенді қимылдарға кірісуі керек. Бұл жаңа жылу мерзімі ешбір апатсыз штаттық режимде температура кестесінің сақталуымен өтуі үшін.